Ассалаумағалейкум. Өмірде біз алуан түрлі радио, телефон сигналы сияқты толқындардың ішінде жасап жатамыз. Осы ұқсамаған жиіліктер бойынша таралатын энергияны жай көзімізбен көре алмасақ та, олар біздің тағдырымызға үлкен әсер ықпал жасап жатады. Ендеше сөздің энергиясы бола ма? Қазақ таяқ еттен сөз сүйектен өтеді дейді. Мылтықпен атып өлтіре алмағанды сөзбен айтып өлтіре аласың дейді. Осы айтылымдарда қандай ғылыми негіз бар? Бұл туралы IKEA-да ғалымдар мынадай сынақ жасапты. Алдымен сынақ дәлдігі үшін өсу ақаусыздығы мүлде қарайлас екі өсімдікті таңдаған. Сосын екі өсімдікті мөлдір пластикамен қорақтап, таяу маңдағы бір мектепке апарған. Және бейне егіздер сияқты бірдей күн нұрымен, ұқсас тыңайтқышпен, сумен қамдап, ұқсас шарт жағдай жаратқан. Тек ұқсамастығы сол жақтағы өсімдікке балалар үнемі сені жек көремін, сен нашарсың, ештеңеге жарамайсың, сен сорлысың деген сияқты сөздерді айтқан. Ал оң жақтағы өсімдікке әдемісің, бізге көңілділік сыйлайсың, сен жеңімпазсың деген сияқты алғыс мадақтарды жаудырған. Қызметкерлер қаншама оқушылардың жазғыруымен алғыс мадағын дыбысқа жазып алып, екі өсімдікті бөлектеп қойып, 30 күн бойы қайталатып тыңдата берген. 30 күннен кейін алғыс алған өсімдік жап-жасыл боп жайқала өскенде, тек қана жазғырылған өсімдік қурап қалған. Демек, қызылтыл бас жарады демекші, сөздің де өз энергиясы болары анық. Сондықтан атамыз қазақ баталы ұл арымас, қарғыс алма, алғыс ал деп тұжырымдаған. Мұндайда қандай ашуланса да жастарға бүйт мың болғыр деп ұрсатын, ренішінің өзінде ізгі тілек жататын дана көкіректі абыз қарттарымыз еске түсе береді. Ал енді соларды оқымаған надан деуге аузыңыз бара ма? Алғыс пен қарғыс өзгенің сізге берер бағасы. Ал өзіңіздің өзіңізге берер бағаңыз одан да маңызды болмақ. Сондықтан менің қолымнан келеді, мен сөзсіз жетістікке жетемін деп өзіңізге оң баға бере біліңіз. Сонда сөздің энергиясы мен сенімнің күші қосылып, бойыңызға ғаламат қайрат бітетін болады. Абай бұны ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп атаған. Я, жақсы сөз, жарым ырыс. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.